Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін ет қосып жасалынатын оливье салатын жасаймын. Бұл салатты барлық адам жасағанмен әркімнің жасау жолы әртүрлі. Мысалы маған ет қосып жасаған түрі ұнайды. Барлық құрамын біз алдын ала суда пісіріп дайындап аламыз. Содан соң осылай картоплымызды алып ұсақтап көбіктеп турап аламыз. Картоп пен сәбізді қатты езіп алмай пісіру керек. Сол кезде жақсы көбікке әдемі болып туралынады. Бұл біздің жаңа жыл мерекесінде ең негізгі салаттарымыздың бірі деп айтсам қателеспеймін. Сәбізімізді осылай көбіктеп турап алдық. Енді жұмыртқаны дәл солай етіп ұсақтап турап шығамыз. Енді тұздалған қиярымызды алып көбіктеп турап шығамыз. Етімізді алдын ала суда пісіріп дайындап алдым. Етті де осылай ұсақтау етіп тураймыз. Менде мұнда жылқының еті. Маған осы салатты жылқының етімен жасаған ұнатамын. Сиырдың еті немесе колбасамен де жасауға болады. Енді дәміне қарай тұз, содан соң майонез салып араластырамыз. Біздің салатымыз дайын болды. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Қазақша каналды қолдап, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.